Ертеде Қыпшақ деген елде Тоқтарбай деген өте бай кісі болыпты. Бірақ оның жасы біразға келсе де бала көрмепті. Сол үшін ол да әйелі аналықта қатты қайғырады. Олар әулиелерге барып Алладан бала сұрайды. Ақыры тілектері қабыл болып, бір ұл мен бір қыз туады. Ұлдың аты Қобыланды, қыздың аты Қарлығаш. Қобыланды жасынан батыр болып өседі. Бір күні ол досы Истеміспен бірге жүргенде бір үлкен сайыс туралы естиді. Сайыста алтын теңгені садақпен дәлдеп атқан жігітке хан қызы Құртқа беріледі екен. Истеміс Қобыландыны жібергісі келмесе де, батыр қатысуға бел байлайды. Қобыланды садақпен теңгені атып түсіреді. Сөйтіп Құртқаны жеңіп алады. Бірақ Құртқаны бергісі келмеген күшті адам қызыл ер шығып Қобыландыға қарсы болады. Екеуі күресіп, Қобыланды ақыры қызыл ерді жеңіп, елін қорғайды. Содан кейін Құртқаны ұзатуға үлкен той жасалады. Хан Құртқаға көп сыйлық береді. Қобыланды Құртқаны алып, еліне қайтады.